Бүгін мереке тұңғыш президент күні. Аз күннен кейін еліміздің ең басты мерекесі тәуелсіздік күнін тойлаймыз. Ал бүгінгі мереке сол тәуелсіздік тойының бастауы іспетті. Баян, тәуелсіздік алғалы қаншама істер атқарылды. Мақтанышпен ауыз толтырып айтар дүние өте көп қой. Әрине, бір ғана елордамызды алайықшы, елбасының төл туындысы. Астана туралы елбасымыз. Бір жолы түнде, дәлірек айтсам, сағат түнгі 2-де Астана деген атау ойыма сап етіп көкейіме қона кеткені. Астана дегеніміз Астана. Қазақша әдемі естіледі, қомақты, ауыз толады, қысқа да нұсқа әуезді. Сөйтіп түн ортасында келген ой, Қазақстан астанасының жаңа атауы Астана көкейі бір жола ұялады деп жазады. Бас қаламыз қазақ еліне құтты қала болғай. Мереке құтты болсын ағайын. Жансерік, біз бақытты ұрпақпыз. Сөз жоқ.